Сәлем оқушылар, бүгін математика оқуынан 16-шы сабақты түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. 8 саны және цифры. Бірінші есеп. Сурет бойынша неше, реті бойынша нешінші сөздермен сұрақтар құрастыр. Үстелдегі әртүрлі заттар саны, оларды салыстыр дейді. Үстелде неше тарелка бар, үстелде неше қасық бар, үстелде неше стакан тұр. Суретте алма нешінші тұр, суретте қарбыз нешінші болып тұр. Яғни осындай сұрақтар құрастырамыз. Екінші есеп. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда. Есепте дейді. Яғни 3 қосылған 5 тең 8, 8-ден 3 аламыз тең 5, 8-ден 5 аламыз тең 3, 5 қосылған 3 тең 8. 2 қосылған 6 тең 8, 8-ден 6 аламыз тең 2, 8-ден 2 аламыз тең 6, 6 қосылған 2 тең 8. Үшінші есеп. 4 қосылған 4 тең 8, 8-ден 4 аламыз тең 4. Үшінші есеп салыстыр. 6 көп 3-тен, 3 көп 4-тен. 3 тең 3. Төртінші есеп. Тізбек бойынша есепте. 3 қосылған 1 тең 4, 4-тен 1-ді аламыз тең 3. 3-ке 2-ні қосамыз 5, 5-ке 1-ді қосамыз тең 6. 4-тен 1-ді аламыз 3, 3-тен 1-ді аламыз 2, 2-ке 2-ні қосамыз 4, 4-ке 1-ді қосамыз 5, 5-тен 2-ні аламыз тең 3. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.